Сәлем кітап сүйер қауым. Кезекті аудио кітап Мінсіз мұғалім кітабына арналады. Мінсіз мұғалім Григорий Петровтың кезекті туындысы. Бұл кітап алаш арыстарының еңбектерімен үндеседі. Мұғалімдік ол миссия, харизма, қастерлі уәзипа, жүрек ісі. Сол құндылықтарды осы шағын ғана туындыдан сусындауға шақырамыз. Ендеше сәттілік. Күтпеген шешім. 1880 жылы Мәскеу университетінің профессорлары мен студенттерін және орыстың зиялы қауымын қатты таңғалдырған оқиға болды. Өйткені ел аузында жүрген әңгіме бұрын соңды көз көріп, құлақ естімеген жаңалық еді. Университеттің ең жас профессоры, математик Рачинский жоғары оқу орнындағы мансабынан бас тартып, Ресейдің Смоленск облысындағы Татива ауылына өзін мұғалім етіп жіберуін сұрап, білім басқармасына өтініш берген болатын. Профессор Рачинский, жас болса да ғылым әлемінен ойып тұрып орын алған, аты аңызға айналған ғалым еді. Тіпті оның кітаптары орыс тілінен француз, ағылшын және неміс тілдеріне аударылған болатын. Бұл жас ғалымның шетелдік ғалымдар арасында да өзіндік орны бар еді. Рачинский жазған кітаптарға көз салған адам, оның білімінің көлгөсір екенін, таным көкжиегінің кең екенін бірден аңғаратын. Рачинский өзінен алдыңғы математиктердің үш ұйықтаса түсіне де кірмеген бірқатар жаңа көзқарастарды алға тартып, онымен шектеліп қалмай, ол мәселелердің шешімін қоса ұсынған болатын. Еуропаның сол кездегі көрнекті ғалымдарының бәрі де Рачинскийдің математика ғылымына өлшеусіз үлес қосып, қыруар еңбек сіңіретініне нық сеніммен қарайтын. Университеттегі студенттердің жас ұстазға деген ілтипаты айрықша еді. Аудиториялар лық толып, білімгерлер профессордың дәрістерін асыға күтіп, асқан құрметпен, зор ықыласпен тыңдайтын. Рачинскийдің ұстаздық тұлғасы биіктін. Бітімі бүтін, болмысы ерек еді. Оның сабақтары өзге оқытушылардікі секілді жұтаң, құрғақ түсіндіруден ғана тұрмайтын. Профессордың рухы мен пікірі әрдайым ұшқын шашатын, дәрісті ұсыну тәсілі де тартымды еді. Студенттер профессордың берген біліммен сусындап қана қоймай, ақылы асқан ағайдың көргені мен көңілге түйгенінің көптігіне таңдана қарайтын, және келтірген мысалдары мен дәйекті дәлелдерінің қуаттылығынан ләззат алатын. Профессордың сабағына қатысатындар ғаламның теңдессіз сұлулығын, жаратылыстың ғажаптығын және барлық болмыстың ерекше үйлесім тауып тұрған тамаша көрінісін математикалық есептер мен теңдеулер арқылы көргенде ғаламат шабыт алатын. Рачинскийдің Мәскеу университетіндегі қызметін бастағанына 10 жылда толмаған еді. Осынау аз ғана уақыттың ішінде шәкірттерінің үшеуі профессор атанып, олар да өз ұстаздары секілді ғылымның біраз белестерін бағындырып үлгерген еді. Мұның бәрі Рачинскийдің ғылыми әлеуеті мен қабілет қарымының күштілігін ғана емес, тұлға тәрбиелеудегі шеберлігін де дәлелдесе керек. Алайда, ғылым әлемі оны мақтан тұтып, математика білгірлері үлкен жаңалықтар ашуын күтіп жүргенде, жас профессор өзі сұранып барып, университеттегі ұстаздық және зерттеушілік қызметінен бас тартты. Барлығы бір-бірінен неліктен деп сұрасып жатты. Әдетте бұл сұраққа берілген жауапта қарапайым еді, неге дейсіздер ме? Ауылда, қарапайым ғана ауылда мұғалім болу үшін. Бұл ақылға сыйымсыз, жаңалықты естігендер аң-таң болысты. Тіпті кейбіреулері, осы математиктердің ақ естері ауысып қалады, ақылдарынан алжасып, саналарындағы сәуле семіп қалады. Олар тіпті өмірді де түсінбейді. Рачинский де солардың бірі болып шықты. Тұлға бола ма десек, бұл профессор да ақылынан адасқан біреу екен ғой деп, әртүрлі әңгімелер таратып жатты. Бұл хабарды естіген университеттің ректоры да ашудан жарылып кете жаздап, Рачинскийді былай деп сөкті: «О, тәңірім-ай! Сен не істеп жүрсің? Осынша уақыттан кейін кішкентай бала секілді, тірі жан жоқ аралға түскен Робинзонның кебін киейін дедің бе? Осы уақытқа дейін қол жеткізген тамаша мансабыңды, қасықтап жиған абыройыңды әп-сәтте айрандай төге салмақсың ба?» Профессордың достары жер жебіріне жетіп сынады. Сен өзі бұл шешіміңнің тым асығыс, ойланбай қабылдана салған шикі шешім екенін ұғып тұрсың ба? Ауыл мектебінде мұғалім болып не істемексің? Ілініп салынып лицей бітіргеннің кез келгені сенің ауылыңда мұғалім бола алады. Алайда Мәскеу университеті сен секілді ғалым адамды оңайлықпен таба алмас. Бір ауылдың мектебінде мұғалім болу сенің санаңа да біліміңе де пайдасын тигізбейді.
Не істеп, не қойғың келетінін тағы да ойланып көр. Университеттегі профессорлық қайда, ауылдағы мұғалімдік қайда? Бір профессордың ауыл мұғалімі болуға бекінуі университет іргетасының теңселуі дегенді білдіреді. Бұдан былай үлкен ғалымдарымыз кітаптарын ауылдағы үйлердің пешіне жағып, үйді ыстуға алып еді. Тағы да ойлан. Сен осыншама көлгөсір біліміңмен өгейсіген қараңғы түкпірлерде не бітірмексің? Өте асқақ рухың мен аса зор қабілетіңді түпсіз шыңырауға тастап жатырсың. Профессор Рачинский болса былай жауап беретін. Мырзалар, жаңылысып тұрсыздар. Мен сіздер ойлағандай көл-көсір білімім мен зор қабілетімді шыңырауға тастауға кетіп бара жатқан жоқпын. Айта осы біліммен халық арасындағы тасада қалған таланттарды тауып, жаңа қабілеттерді ашуға, оларды жарқыратып жарыққа шығаруға кетіп бара жатырмын. Бәріңіз жақсы білесіздер, жер астынан мұнай шығарғысы келгендер жер бетін бұрғылайды. Кейде тіпті жердің тұңғиық терең қойнауына дейін жетіп жатады. Бұл үшін көптеген ақша мен шығын жұмсайды. Міне мен бүгін ұлттың рухының тұңғиықтарында мыңдаған жылдар бойы бітеліп жатқан қабілеттерді оятып, жарыққа шығару үшін ауылдарға кетіп бара жатырмын. Бәріңіз білетіндей, жаңа туған мысықтың марғауының немесе иттің күшігінің көздері бастапқы күндерде жабық болады. Олар ештеңе көрмейді. Марғау мен күшіктің көздері ақырында ашылады. Енді саны 100 миллионнан асып жығылатын халқымыздың халін ойлап көріңіздер. Яудай олардың ішінен қаншама тума таланттар мен дара дарындар шығарды. Өкінішке қарай олардың бәрі дерлік жанбай жатып сөніп жатыр. Дүниеге ең күшті әдебиетшілерді сыйлаған 100 миллионнан көп халқы бар ұлттың бұл күнде өз жазушыларын оқитын оқырмандары жоқ. Бұл ұлттың 60% сауаттылық дейтін нығметтен жұрдай болып отыр. Еліміздегі мектептердің саны болса өте аз. Бар мектептің өзінде әдетте жақсы мұғалім табылмай жатады. Бұл мектептерде оқып жүрген оқушылар үйренген білімін тоты құс секілді қайталаумен ғана жаттап алған. Мектептерде оқушыларға дұрыс білім беріліп жатқан жоқ. Өмірді түсінудің жолын үйретіп жатқан жоқ. Адамның бойындағы сезімдерді қозғап жатқан жоқ. Миллиондаған адамдардың милары құнарсыз топырақ секілді ешқандай жеміс беріп жатқан жоқ. Айналамызда айтылып жатқан сөздерге құлақ түрсеңіз, еститініңіз тек бәрінің ұлтымыздың ақылдылығымен мақтануы. Айтатындары тек біздің жеріміз әлемдегі ең бай жер деген мақтан сөздер. Шындап келгенде, отанымыздың топырағының асты ең қымбат қазба байлықтарға толы. Жеріміздің астында барлық нәрсе бар: көмір, темір, тұз, мұнай, қорғасын, мыс. Ал ормандарымыздың шеті мен шегі жоқ. Қаншама фабриканы аз ғана шығын жұмсап қуат көзімен қамтамасыз ететін өзендеріміз, сарқырамаларымыз бар. Рачинский өзін кінәлағандардың көздеріне тік қарап тұрып былай дейтін. Бұл айыптауларыңызды естігенде жүрегімді бір ауыр мұң басады да тұрады. Әсіре мақтанмен айтылған сөздерге қарасақ, бізде барлығы бар. Бірақ ештеңе де жоқ. Жеріміздің бай екеніне ешкімнің күмәні жоқ. Алайда бұл жерде өмір сүріп жатқан адамдар өлместің күнін кешіп жүр. Адамдар бұл жерден мардымсыз ғана өнім алып жатыр. Өздеріне қажеттің бәрін дерлік басқа елдерден сатып алады. Шетелдіктер шығарған өнімдерді пайдалануда. Отандастарымыз станок, мата, дайын киім мен аяқ киім сатып алуда, шыны, дәрі және сабын сатып алады. Жануарларды, таза тұқымды бидай сатып алады. Тіпті қағаз, шам мен бояғыш заттарды да сырттан әкеледі. Тағы не сатып алады екенбіз? Бір сәт ойланып, жауабын айтыңызшы. Бұларды шетке ысырып қойып, өзіміздің не өндіретінімізге қарайықшы. Өндіріп жатқанымыз тым аз емес пе екен? Қарапайым қаламды да, ине жіппен түймені де, тіпті ең қарапайым нәрселерді де сырттан кіргіземіз. Егер сырттан алған түймелеріміз болмағанда, бұтымыздағы шалбарды да түймелей алмас едік. Шетелден тігіліп келетін бет орамал болмағанда, мұрнымызды сүртетін бөз де таппас едік. Импортталған пышақ, қасық не шанышқы болмағанда, дастарханнан дұрыстап аста іше алмай қалар ма едік. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтқанда, мыналарды біз өндіргенбіз деп айтатын түгіміз жоқ. Елімізге барлық нәрсе сырттан импортталуда. Импорттағанда да қалай? Удай бағаға кіріп келеді. Киім-кешектердің бағасы қымбат болғандықтан, ақшасын бірден төлемейміз. Шетелдік тауарды тек бөліп төлеммен ғана сатып ала аламыз.
Соның салдарынан тауардың бағасы өседі. Ал біз болсақ, одан әрмен әсіре мақтанға салынып, бос тірліктің соңына түсіп жүрміз. Біздің еліміз дүниедегі ең бай елдердің бірі дейміз. Осы орайда халқымыздың қалай өмір сүріп жатқанына қараңызшы. Ойланып көріңіздерші, 100 миллиондаған адам және үлкен бір ұлт білімнің сәулесінен махрұм қалып, тым алыс күн кешіп жатыр. 100 миллионнан астам саны бар ірі ұлттың өкілдері, жаңа туған күшік секілді, көздерінің ашылуын күтуде. Халықтың барлығы әлі де қараң. Көздері ештеңе көрместей жабық, туған иттің күшіктерінің көздері 1-2 аптада ашылады. Ал орыс ұлтының көзі 100, 500, тіпті 1000 жылдан бері ашылмағандай. Бұл шындықты ойға алудың өзі адамның бойына үрей салады. Ауылдарда тұратын адамдардың қандай жағдайда өмір сүріп жатқандығына қараңыздаршы. Олардың үйлері тар, қараңғы әрі дымқыл иіс шығады. Терезелері кішкентай және үйдің төбелері аласа болып келеді. Ауыл адамдарының өмірлері де тұрып жатқан үйлері секілді, суық әрі жиіркенішті. Ер кісілердің әйелдерге деген қарым-қатынасының жануарларға жасайтын қарым-қатынастан бәлендей айырмашылығы жоқ. Ауылда тұратындар алтын уақыттарын, жабайы өмір сүріп жатқан адамдар секілді, өсек аяңмен бірін-біріне айдап салумен өткізуде. Бір-бірімен қырқысып жатыр. Арақпен қоса ақылын ішеді, қысқасы мінез құлықтары тез құбылып, кейін кетуде. Бірқатар өңірлердегі халықтың көпшілігі өкпе құрты, сифилис сынды қатерлі дертке шалдығуда. Ресейде трахома деген көз ауруынан жыл сайын 10 мыңдаған адамдар көру қабілетінен айырылуда. Дифтериядан, оспадан немесе дұрыс күтім жасалмағандықтан, жыл сайын 100 мыңдаған бала шетінеп жатыр, ал біз болсақ сонда да. Орыс ұлты өте ақылды, өте еңбекқор, өте қабілетті, жақсы, мейірімді, жомарт деп лепіріп жүрміз. Профессор Рачинский ақылынан адасқан. Залда бір сәт үнсіздік орнады. Тыныштықты артынша профессор Рачинскийдің өзі бұзып, тебірене толғап сөзін жалғады. Әрине, сіздердің айтып отырғандарыңыз орынды. Сөздеріңіздің жаны бар, толықтай қосыламын. Жер астымызда қазба байлықтар көп. Тек ескеруге тиіс нәрсе, аталмыш қазба байлықтың бәрі тым тереңде жатыр. Мамандар бұл байлықты шығару үшін үміт пен табандылықты ту етіп, жер қойнауларын бұрғылап жатады. Рухани байлық та осы секілді, халқымыздың рухының тұңғиық тереңінде көмілу жатыр. Көмір, тұз, темір дегеннің бірі де жер бетіне өздігінен шықпайды. Адамдар жерді қазып жүріп шығарады. Міне, менде халқымыздың санасы мен ұжданының түкпірінде бұғып жатқан жауһарларды жарыққа шығару үшін өзімнің туған ауылыма жол тартып бара жатырмын. Сонда өзі ақылды, өзі жас, көптің көзіне түсіп, геология ғылымында тәуір жетістіктерге жетіп үлгерген. Кейіннен әлемнің таңдаулы университеттерінде дәріс оқыған Павлов есімді профессор Рачинскийдің сөзіне былай деп кейіс білдірді. Құрметті профессор, сіздің шынайы орныңыз шахта тұңғиықтарында емес. Сіз мансабы биік, білікті инженерсіз. Ярапайым, қатардағы шахтер емессіз. Атадан қалған асыл сөзді, мына бір даналықты қаперіңізге салайын. Үлкен кемелер үлкен сапарларға шығады. Сіз жолаушыларды өзеннің бір жағынан екінші жағына таситын бір ескекті кішкентай қайық емессіз. Сіз мұхиттарды бағындыратын трансатлантикалық алып кемесіз. Ақылынан алжасты деп ойлаған досын жөнге салу үшін жиналған басқа профессорлар да жас геологтың сөзін құптап, бәрекелді десіп қошемет білдіріп жатты. Профессор Рачинский өкілі үміті үзілгендей болып, басын шайқап тұрып былай жауап қатты: сөздеріңізден құрмет пен ізетке лайық сөз таппадым. Меніңше, бұл қошеметіңіздің де ешбір мәні жоқ сияқты. Сіздердің айтқандарыңыздай-ақ болдым делік. Мен де өздеріңіз теңеген мұхиттарды асатын трансатлантикалық кеме бола қояйын. Алайда сіздер де өте жақсы білесіздер ғой, халқымыздың надандығы да мұхит секілді екенін. Миллиондаған ауыл адамдарының надандығымен күресу үшін буыны қатып, бұғанасы бекімеген, тәжірибесіз мұғалімдерді жіберумен шектелеміз. Неге қалалықтардың үйлерінің терезелері кең болады да, ауылдағылардың терезелері шағын ғана шыныдан болуы тиіс? Неліктен шыны терезелері сынғаннан кейін, қағаз не бөз қиындылармен жабуы тиіс? Сонда ауылдағылардың жарық пен жылуға,
һәм таза ауаға бізге қарағанда азырақ мұқтаждығы бар деп ойлайсыздар ма? Бірақ сіздер білесіздер ғой, үлкен терезелерге үлкен шынылар керек екендігін. Ал олар өте қымбат. Міне, сондықтан да ауылдағылардың бірқатарының үй салғанда тіпті қабырғаларына терезеге арналған орын қалдыруға дәті бармайды. Тәрбие мен білім саласы да осы секілді. Ауылдарымыз қазіргіден де жақсырақ, қазіргіден де тереңірек білім беретін мектептерге зәру. Алайда бұлар қымбатқа түсетіндіктен, ауыл халқына сапасы төмен әрі мерзімі қысқа болған білім ұсынғысы келеді. Оқыту мерзімі қысқа әрі білімі сапасыз мектептеріміз, сіріңкенің бір шиінің болымсыз оты секілді, жарықта жылу да бермейді. Жарығы бірнеше секундқа ғана жетеді. Жан-жағына төңірегіне тек бірнеше шаршы метрлік жерге ғана сығырайып жарық береді. Ұлтымыздың санасындағы қараңғылықты сейілту үшін теңіз маягі секілді жарық шашатын үлкен лампалар мен прожекторлар керек. Мінеки, мен осы шешімім арқылы туып өскен ауылымда білім мен тәрбиенің алып алауын жаққым келеді. Жас геолог Рачинскийдің сөзіне былай деп қарсылық білдірді. Бірақ сіз бұл ісіңізбен университетіңіздегі үлкен алауды сөндіріп жатырсыз. Рачинский, университетте менен басқа да алаулар бар. Тым болмағанда өсірген шәкірттерімнің біреуі болса да орнымды басады. Елордадан шалғайдағы Татива ауылында болса қою қараңғылық билеп тұр. Ол жер менің кіші отаным ғой. 100 миллион халқы бар Ресейде біршама адамдардың санасын тұмшалаған қою қараңғылықтың ішінде тұншығуда. Бір адамда сол шам секілді емес пе? Егер шам жанбаса, айналасына жарық бермесе, адам өмірінің мәні неде? Сіздер де жақсы білесіздер ғой, Ресейде жанбаған миллиондаған шам бар. Үлкен бір ғибадатхананы елестетіңіздерші. Аялдарыңызға ерік беріңіздер, ол мейлінше үлкен болсын. Біздің еліміз секілді үлкен болсын. Бұл елде өмір сүріп жатқан барлық халық аспа шамға ұқсайды. Ұлтымыздың әрбір өкілі осы бір аспа шамның бір шамындай. Енді барлық шамның бірдей жарқырап тұрғанын, сөнбей, бірге жанып тұрғанын елестетіңіз. Мұндай көрініс қияли немесе шынайы болса да, адамға неткен жағымды әсер сыйлаған болар еді. Мырзалар, бұл көріністі тағы бір елестетіп көріңіз және еліміздің мүшкіл халіне тағы да көз тастаңыз. Жиі орыс халқымен мақтануды білесіздер. Ал маған айталасыздар ма, саны 100 миллионнан асып жығылатын бұл халықтың біздерден, ғалымдар қауымынан алған жарығы қайда? Бұл сұрақтан кейін Рачинскийдің достарының аузына құм құйылды. Тек жас геологтың дауысы шықты. Сіз өзіңізді өте арзан бағаға айырбастап жатырсыз. Ауыл мектептеріндегі мұғалімдікке күллі Еуропаға танылған профессорлығыңызды айырбастап жатырсыз. Рачинский бұл сөздерге де ызалы күлкімен жауап берді. Мен үшін бұл сөздеріңіз өте күлкілі әрі орынсыз. Шындығында мен ештеңеде жоғалтайын деп тұрған жоқпын. Жастық шағымның армандарын ақиқатқа айналдыру үшін өз ауылыма кетіп бара жатырмын деп әңгімесін жалғады. Жау қолындағы ең құнарлы жерлерді жаулап алған адамды қалай атайды? Жаулап алушы. Батыр демейтін бе еді? Мен бұдан көп нәрсе тындырғым келеді. Менің туған қаламда 10 миллионға жуық адам өмір сүреді. Міне, осы халықты надандық пен білімсіздіктің қою қара бұлтынан құтқарғым келеді. Бір рет болса да ойланыңыздаршы, 10 миллион адам. Егер осы адамдарды оқытатын болса, небір білгірлер, өнер адамдары, әдебиетшілер, ғалымдар, қысқасы, әр салада ұлтымызға ұстын болар ұлылар шықпай ма? Басқа профессорлар үн-түнсіз қалды. Тек жас геолог қана Рачинскийдің сөздеріне реніш білдіре отырып жауап беріп жатты. Енді бәрі түсінікті болды. Сен барлығымызды ауылдарға мұғалім болып бару үшін үгіттеп, ақылымызды арбап жатырсың. Олай болса, жолың болсын, іске сәт. Рачинский. Әлбетте, олай емес. Сіздерді көндірейін дегенмен жоқ. Ақылдарыңызды арбайын деген ойдан да аулақпын. Менің жүрегім өз ауылыма тартып тұр. Мен туған топырағыма кетіп барамын деп жауап берді. Геолог. Достым. Біздің барлығымыз көріп тұрғанымыздай, сен шынымен ақылыңнан адасыпсың. Сені көндіруде қиын сияқты. Жолың болсын. Деді. Басқа достары да профессор Рачинскиймен қоштасты.
Рачинский залдан шығып бара жатқанда, зиялылар өз араларында бұлай әңгімелесіп отырған еді. Бұл адам біраз ғажап дүниелер жасағалы тұр, алайда ақылында одан да зоры бар сияқты. Рачинский өзінің идеалшыл ойларымен ауылына келгенде, ешкімнен де, еш жерден де материалдық не рухани көмек келмеді. Ол кезде білім министрлігінің басында Конт Делинов есімді біреу отыр еді, және болмысынан дөрекі адам болатын. Орыс патшаларының кеңесшілерінің бірі болған Победоносовтың артынан бір елі қалмайтын, тіпті құлы секілді еді. Рачинскийдің ауыл мектебіне мұғалім етіп жіберуін сұрап жазған өтінішін оқығанда, Делинов былай деп бақырды: немене? Рачинский ауыл мұғалімі болғысы келген бе? Бұл адамды жын ұрған ба? Егер оны бала кезден бері танымағанымда, ол халықты өкіметке қарсы қойып жүр деген болар едім. Бірақ мен Рачинскийді жақсы танимын. Саясатпен ешбір қатысы жоқ. Ол бейбітшіліктің адамы. Рачинский ауылдағы маскүнем мұжықтардың арасында не бітірмекші? Орыс ауылдары профессорларға емес, қолында қамшысы бар тәртіп сақшыларына зәру ғой. Халық бара-бара бұзылып бара жатыр, таяқ, қамшы мен езгіден басқа нәрсе қажетсінбейді олар. Байғұс Рачинский ауылдарға мұғалім болып барадымыз. Не істейміз? Бір бағын сынап көрсін. Осы жыл бітер-бітпес өзі ақ Мәскеуге жетіп келеді әлі. Барлық шаруалар пен егіншілер жаңадан келген ауыл мұғалімін суық қабақпен қабылдадып, тіл тигізіп жатты. Тіпті бір шаруашылық иесі былай деді: сіз, бәлкім, ауылымыздың мінез құлқын бұзуға келген боларсыз. Білімді қайтсын ауылдағылар. Халықтың оқуға, жазуға деген ынта-ықыласы да, қызығушылығы да жоқ. Сіз ауыл адамдарын танымайды екенсіз. Олар дөрекі жануарлар ғой. Тіпті одан да төмен жыртқыш хайуандар секілді. Орыс ауылының адамдары тек таяқтың тілін түсінеді, олар оқығысы келмей. Ауылымыздағы адамдарға білім емес, сырахана мен ішімдік қажет. Әсіресе сенің терең біліміңнің көк тиын құрлы қадірі жоқ. Сен болмасаң да ауыл адамдары топырағын қалай жыртып, егінін қалай егіп, қалай ору керегін біледі. Шіркін! Мынаны да назарда тұтарсың, біздің ауылдың адамдары өте жалқау. Бір іске салу үшін оларды өгізді түрткендей түрту керек. Олардың ойын сауықтарына келетін болсақ, өздеріне тән көңіл көтеретін дүниелері бар. Ішімдікпен қауышу олар үшін ең үлкен бақыт болып саналады. Мұны тыңдап отырып жүзін қорқыныш басқан Рачинский былай жауап берді: сізде мүлдем ұят жоқ па? Бұл жиіркенішті әңгімеңізді кім туралы айтып жатырсыз? Өзіңізде бір бөлігі болып саналатын осы ұлт жайында емес пе? Сондай-ақ бұл сөздерді кімнің аузынан естіп тұрмыз? Халықтың қалаулысы, көзі ашық деген сіздерден естіп тұрғанымыз осы ма? Сізді қамтамасыз етіп отырған осы ауыл адамдары ғой. Рахат ғұмыр кешіп, жақсы өмір сүріп жатқаныңыз да солардың арқасы. Ресейде тұрып жатқан 100 миллионнан астам халықтың көпшілігі қалай өмір сүріп жатыр екен? Адамдардың жүретін жолдары жоқ, бар болса да бұзылып жатқан жолдар. Баратын мектебі де жоқ, бар болса да жамау жасқау, және бірнеше жылдан артық білім бере алмайды. Халықтың ауруханалары жоқ, ауруларға қарайтын дәрігерлері де жоқ. Дертке шалдыққан ауыл адамдарын емдейтін мүмкіндік те жоқ. Болмысынан саналы, жылы жүректі, жомарт мінезді 100 миллионнан астам халық өз отанында жетімнің күйін кешіп отыр. Оларды ойлайтын адам да жоқ. Біз бұл адамдарға не беріп жүрміз? Ұлтымызды бір сәт ойладық па? 100 миллионның дені дөрекі, жалқау, маскүнем, надан, залым және рухани азғын күйде күн кешіп жатқаны анық. Алайда білім алмаған, көзі ашылмаған, тәрбие көрмеген миллиондаған адамды осы үшін кінәлі санау дұрыс па? Еш күмәнсіз, бұл ұлт үшін үлкен қасірет. Ал бұл қасіретке кінәлі де, соған жауап беретін де біздерміз. Біздің кінәміз олардың кінәсінен әлдеқайда ауыр. Бәлкім 10 есе ауыр шығар. Оған қоса мынаған назар аударыңыз, қалай болғанда да біз арнайы білім алдық. Соның арқасында бірқатар артықшылықтарға ие болдық, биік мансапқа да жеттік, шенеунік те болдық. Ал содан кейін не істедік? Не істейін деп жатырмыз? Ұйқыға кеттік. Жай ғана ұйқыға кеттік. Білім алған әрбір жан, мысалы, дәрігер, сот, офицер, инженер,
адвокат, сәулетші, мұғалім, бәрі де халық үшін жарық шашқан бір шамшырақ болуы керек. Әрбір шамшырақ көшеге қойылса да, алаңқайға қойылса да, мейлі қалашықтың сыртына қойылса да, қойылған жеріне жарық беру керек еді. Осылай болу керек еді, бірақ олай болмады. Профессор Рачинский мұңмен ынта-шынтасымен жауап беріп жатты. Барлығымыз 10 жыл немесе одан да көп уақыт мектептерде білім алдық. Үлкен жазушылардың кітаптарын оқыдық. Керемет өнер адамдарының салған суреттері мен жасаған мүсіндерін тамашаладық. Рухани азық боларлық тамаша ән-күйлер тыңдадық. Театр сахнасында атақты актерлерді тамашаладық. Бұлардың әрбірі біз байқамасақ та рухымызда бір ұшқындарды тудырып, міндетті түрде шабыт берген. Біз қазір, бәлкім, осылардың әсері мен ықпалында шығармыз. Соған қарамастан әрбіріміз тірі шамшырақ болудың орнына ұйқыға кеттік, баспалдақтары сынған саты секілдіміз. Бұл айыбымыз бен бейкүнә халықтың алқымынан алып, оларды кемсітіп жатырмыз. Бірақ өзімізді өркениетті адамдардың санатына қосудан да тартынбаймыз. Голландиялықтар белгілі бір жоспармен жұмыс істей отырып, бақшалардың көркін асырған мыңдаған түрлі гүл өсірді. Швейцариялықтар мол сүт беретін сиыр, ал ағылшындар жүйрік аттың тұқымын және ет пен сүтті молынан беретін қой жетілдірді. Шетелдіктер өз елдерінде өскен гүлдерді, аттарды, өгіздер мен қойларды баптап жатыр. Басқа мемлекеттерге сатып жатыр, ормандар мен шабындықтарды мал жайылатындай етіп қойған. Қоғамының бір бөлшегі болған ауылдықтар мен шаруалардың білім-білігі мен қабілет-қарымын осылайша күшейтіп жатыр. Біз не істеп жатырмыз? Ондай жануарларды бағып қағу былай тұрсын, тіпті адамдардың өзін тәрбиелеп, білім беру керегін ойымызға да алмаймыз. Мырзалар, дәл осы жерде өз арамызда әңгіменің астарын ашып сөйлесіп жатырмыз. Әрқайсыңыз, ұждандарыңызды төреші етіп, айналысып жүрген істеріңізге көз тастап, тағы да ой елегінен өткізіңіздерші. Әркім осы кезге дейін кімдерді тәрбиелеп, кімдерді түзеткенін, кімдердің білімін арттырғанын ойласыншы. Айналамызға көз тастайықшы, біз өмір сүріп жатқан қоғам надандықтың құрсауында мүлгіп жатыр. Сіздерден сұрап тұрмын, бұл ұлт қай ұлт екен? Өз ұлтымыз емес пе екен? Кінә кімде? Татива ауылындағылар да, сол маңайдағы басқа ауылдардың халқы да Рачинскийді осы шаруалық иесі секілді қарсы алды. Ауыл тұрғындары жүздеген жылдар бойы кемсітілу мен алданудан басқа ештеңе көрмегендіктен жан баласына сенім артудан қалған еді. Ауылға келген кісіге әрдайым күмәнмен қарайтын. Сырт көзге сыпайы әрі мәдениетті көрінгенмен, жүректерін шеттен келген адамдарға деген ыза мен қызғаныш билейтін. Ресейде жүздеген жылдар бойы жалғасын тауып келе жатқан құлдық пен кемсітушілік олардың өмірлерін ойран етіп, бейшара күйге түсірген. Әрбір ауыл адамы барынша қала адамынан алданып қалмауға және шама-шарқынша қалалықты алдауға тырысатын. Тативолықтар өз ауылдарынан түлеп ұшып, кейіннен Мәскеу университетінде белді ғалым болған жерлестерінің мұғалім болып келгенін естігенде, таңданыстарын жасыра алмаған. Өз араларында, ауылымыздың ақылды перзенті біздерге қандай тұзақ құру үшін келген екен? Деп күбір-күбір әңгімелер айтылып жатты. Рачинский өз ауылына оралды. Ауыл адамдарын жинады. Оларға ауылдың балаларын оқытқысы келетіндігін айтқанда мынадай жауап алды. Құрметті профессор, біздің бәріміз кедей-кепшіктерміз. Бізге көрсететін жәрдеміңнің өтемақысын беретін артық ақшамыз да жоқ. Рачинский оларға былай деді. Мен сіздерден ешқандай да төлемақы талап етпедім ғой. Сіздерге тек қызмет еткім келеді. Бұл сөздерді естіген ауыл адамдары өз араларында сыбырласа бастады. Мәселенің мән-жайы енді белгілі болды. Оқытатын бала іздеп келетіндей Рачинскийдің ұлы жоқ па еді? Ауылымызда мұғалім боладымыз. Мінеки, ауыл адамдарын оқыттым деп, бар көздегені Ресей патшасының құрметіне бөленіп, мансап пен марапат алу екен ғой. Ауыл адамдарының өсек аяңын тыңдап тұрған ақсақалы да қалыс қалмады. Менің түсінгенім бойынша, бұл мырза ауылға тек көңіл көтеру үшін келген ғой. Ялалықтар абыр-сабыр, шулы жерлерде тұрып, бір күні одан да жалығады. Тұрмыстарына шамалы өзгеріс енгізіп, мен тынықтыру үшін ара-тұра қырға шығып, аң аулауға келіп жатады. Бұл да солардың бірі дағы.
Тек өзі ғылым адамы болғандықтан, ауыл балаларын оқыту арқылы көңілін сергітеді. Бастасын оқытқан түрін көрейік. Басқа бір ауыл адамы. Естуімше, бұл жігіт өте көп оқыған көрінеді. Оқып ізденгені сонша, ақылынан адасып кеткен. Мінеки, шынайы мақсатын ешкім дөп басып айта алмаған, алайда көзқарастары мен ұстанымдарына нық сеніммен байланған Рачинский Татива ауылындағы осындай ортаға келіп түсті. Рачинский ауыл мектебіндегі сабағын өзгеше әдіспен бастады. Сондықтан да ауыл тұрғындары мен шаруашылық иелері профессордың шынымен де ақылынан алжасып қалғанына сене бастады. Мектеп ғимараты үлкен әрі іші жап-жарық болатын. Бір кездері бұл ғимарат салынып жатқанда, Рачинскийдің әкесі өз жеріндегі ағаштарды көптеп кесуге, құрылыс жұмыстарына пайдалануға рұқсат берген еді. Бірақ содан кейін ғимарат қараусыз қалып қойған-тын. Айналасы кір-қоқысқа толып кеткен еді. Іші де таза емес еді. Рачинский басында қоқыстарға тиіспей, сол күйінде қалдыруды жөн көрді. Бұрыннан осы мектепте оқитын, және жаңадан түскен оқушылар Рачинскийдің дәрістеріне келген кезде, мұғалімнің үстелінің тап-таза екенін байқады. Үстелінің үсті аппақ матамен жабылған, бір бұрышында гүл құтысы бар еді. Мұғалімнің артындағы қабырғаға екі көркемде кестелі сурет ілулі тұр еді. Балалар орындарына отырғаннан кейін, кейбіреулері бұрынғы оқушылардан не істеу керегін, яғни мұғалім жаңа келген оқушыны оқыта бастағанда, өздерінің математика және оқу секілді дәрістерден қай тапсырмаларды орындау керегін сұраған еді. Рачинский: бұл сабақтың қызықты өтуіне бәріміз атсалысамыз. Сендер мені, ал мен сендерді танимын. Мен сендерді жақынырақ танығым келеді. Сендер де осы арқылы менің қалай сабақ беретінімді көресіңдер. Рачинский мұны тәтті әрі тартымды тілмен сөйлегені сонша, ызғарлы қыстан кейін келген шуақты көктемнің ауасы секілді, сыныпқа бірден жылу кіргендей болды. Рачинский оқытушы орындығының басына келді. Үстелдің суырмасынан топырақ кесегі секілді құрғақ бір зат шығарды. Онымен үстелдің бетін 2-3 рет ұрды. Яра зат қатты тас секілді дыбыс шығарды. Мұғалім оны оқушылардың қолына берді. Оқушылар оның қатты және ауыр екенін көрді. Араларынан бірі: ағай, бұл нәрсе темір секілді, ауыр нәрсе ғой, деді. Рачинский: міне, тамаша, бірден ұға қойдыңдар. Бұл зат темір ғой. Әлі өңделмеген темір рудасы. Адамдар осылай шикізат күйінде жер астынан осы руданы шығарады. Осыдан кейін ғана қолдануға болатындай етіп өңдейді. Бидай дәндерінен ұн, ал ұннан нан пісіргені секілді, темір рудасынан да шеге, балта, соқа және әртүрлі станоктар жасайды. Рачинский темір рудасын қайтадан суырмасының ішіне салғаннан соң: балалар, қараңдар, енді не шығады? 1, 2, 3, деп қаңылтырдан жасалған бір құс алып шықты. Ойыншықты таныстырғаннан кейін үстелдің үстіне қойды. Ойыншық жүріп, қаз секілді дауыс шығара бастады. Сынып іші көңілдене түсті. Барлық ауыл балалары мектепте отырғанын ұмытып кетіп, мұғалімнің үстелінің айналасына жинала қалды. Оқушылар мұндай ойыншықты алғаш рет көріп тұрғандықтан, ерекше таңданыспен қызықтап жатты. Язықтап болған соң мұғалім оларды қайтадан орындарына отырғызды да: тамашалаған ойыншықтарың бір кездері жаңағы өңделмеген темір рудасы секілді, жай ғана материал еді. Ал қазір құс секілді жүріп, құс секілді қаңқылдайды. Сендер бұған қандай ой айтқыларың келеді? деп сұрады. Мектепке жаңадан келген бір қыз: ағай, сіз нағыз сиқыршы екенсіз, деді. Басқа балалар бұған езу тартып, еріксіз күліп жатты. Рачинский байыпты қалпын бұзбай жауап берді: иә, мен сиқыршымын, сондай-ақ бұл темір шикізатынан құс жасаған адам да сиқыршы. Бұны жасаған сиқыршы мен емеспін. Жер бетінде көптеген сиқыршылар бар. Бұл дүниеде қалаған адам өз саласының, өз мамандығының сиқыршысы бола алады. Бірқатар адамдар осы секілді әртүрлі шикізаттарды алып, оларды тазалап, өңдеуден өткізеді. Олардан тек осы секілді ойыншықтар ғана емес, әртүрлі құралдар, машиналар, теңізде жүзетін кемелер жасайды. Басқа адамдар болса топыраққа тыңайтқыш сеуіп, оны өңдейді.
Міне, мынау гүл құтысында көріп тұрғандарыңдай алуан түрлі гүлдер өсіреді. Рачинский әңгімесін адамдардың қалай жаңа ашылымдар жасайтынын баяндай отырып жалғастырды. Ямнан шыны, көмір рудасынан бояу мен парфюмер өнімдері жасалатынын айтып берді. Мұндай жаңалықтарды ашу үшін адамдардың мектептерде қалай оқығанын, зертханалар мен фабрикаларда қалай жұмыс істегенін түсіндірді. Балалар таңғажайып ертегі тыңдағандай үйіп қалды. Рачинский оларға: «Яники, енді сыртқа шығып, біраз тынығыңдар. Әзіліс жасап, әңгімелесіп, ойнап келіңдер» деген кезде оқушылардың барлығы бір ауыздан: «Ағай, әңгімеңізді тағы да айтыңызшы. Біздің үзіліске шығып, ойнағымыз келіп тұрған жоқ» деп жалына бастады. Мұғалім: «Олай болса, бәріміз бірге таза ауаға шығайық» деді. Сөйтіп, барлығы сыртқа шықты. Рачинский баспалдақтардың шетіне отырды. Балалар да жамырасып оның айналасына отыра қалды. Мұғалім оларға адамдардың қалайша батпақтарды құрғататынын, жауын-шашын жаумайтын шөлдерге, құмды сахараларға қалайша каналдар қазып су апаратынын, сөйтіп, бау-бақшалар, егістіктер мен шабындықтар жасайтынын түсіндіріп берді. Біраз ойға шомғаннан кейін былай деп сөзін жалғады: «Егер жер бетінде өмір сүретін барлық адам еңбек еткісі келсе, тіпті бәрі бірдей жұмылып еңбек етсе, жер беті жұмаққа айналар еді. Еткен еңбегінің арқасында қалаған нәрсесіне қол жеткізер еді. Ол кезде жер беті мүлдем өзгеше, бұдан да көрікті бола түсер еді. Адамдардың өмірлері де өзгерер еді. Яғни қазіргіден де ақылдырақ, қазіргіден де бақыттырақ болар еді». Біраз үзілістен кейін мұғалім: «Балалар, сендер менің орындығымды көрдіңдер ме? Оның әдемі көрінісі көңілдеріңнен шықты ғой, солай емес пе?» деп сұрады. Басқа балаларға қарағанда жасы үлкендеу көрінген бір оқушы: «Иә, оны өте әдемі етіп сәндеп қойыпсыз» деді. Рачинский: «Сендер де ұқыпты болып, сыныптарыңды бұдан да әдемі күйде көргілерің келмей ме? Неліктен сыныптарыңды ластайсыңдар? Неге парталарыңды сындырып, қабырғаларға сызасыңдар? Мектептеріңнің айналасына көз тастап қараңдаршы. Айналаның барлығы не деген лас. Осы жаңа ғана сендерге адамдардың қалайша әлемді көркейткенін айтып жатқанда, барлықтарын көздерің жадырап, таң қалып тыңдаған едіңдер. Сендер де тазалық сақтап, өздерің оқитын, өмір сүріп жатқан орталарыңды таза ұстап көркейткілерің келмей ме?» Балалар аң-таң қалды. Мұғалім сөздерін жалғастырып жатты: «Кішкентай ғана достарым, естелімнің шетіндегі гүл бәріңнің көңілдеріңнен шықты. Бірақ сендердің әрқайсыларың гүлсіңдер. Тіпті сендер тек гүл ғана емес, сонымен қатар бір бақташыға айнала аласыңдар. Тіпті сиқыршы бола аласыңдар. Болашақта өскенде біреуің ана, біреуің әке боласыңдар. Ол кезде сендер әжелерің, аталарың, әкелерің немесе аналарың секілді өмір сүруден құтыласыңдар. Ауылда қалғандарың әдепті және білімді ауыл адамы, қалашықтар мен үлкен қалаларға кеткендер өркениетті қала адамы боласыңдар. Келешекте балалы шағалы боласыңдар. Сол кезде балаларыңа одан да жақсырақ білім бере аласыңдар. Қысқасы, сендер қаласаңдар, осы ауылдың өмірін, бәлкім, бір мемлекеттің өмір сүру үрдісін өзгерте аларсыңдар». Бұл сөзді тыңдап болған соң балалардың бірі: «Олай болса, қанеки, достар, мектебімізді тазалап, бірден еңбек етіп, ізденуді бастайық» деп ұсыныс тастады. Басқалары да келісе кетті. Осылай болатынын алдын ала білген Рачинский, сыпырғыш, күрек, тырма секілді заттарды алдын ала артығымен әзірлеп қойған болатын. Балалар түске дейін бар ынта-ықыласымен, сүйсіне отырып еңбек етті. Мектептің айналасын мұнтаздай тап-таза етіп қойды. Кешкісін бірнеше жылдан бері сол мектепте оқып келе жатқан оқушылардың бірі: «Ағай, біз бүгін мүлдем сабақ оқымадық қой» деді. Мұғалім: «Ештеңе етпейді. Ертең мектепке барлығың үсті бастарыңды тазалап келесіңдер. Тазалық өркениеттің ең негізгі бөлігі. Тазалыққа мән бермеген ұлт өркениетті болып саналмайтыны айдан анық. Енді үйлеріңе барыңдар. Үйлеріңде де тазалыққа ерекше мән беріңдер. Алайда тазалық жасаймын деп аналарыңды ренжітіп көңілдеріне қаяу түсіріп алмаңдар. Әрқайсың бір сиқыршы бола алатындарыңды әсте ұмытпаңдар.
Бұл жерде сендер менің жәрдемшім боласыңдар. Біз барлығымыз бірге бұл ауылға жаңа, басқаша өмір алып келеміз деді де сөзін жалғай түсіп. Сендердің бәрің әлі өңделмеген руда секілдісіңдер. Аналарың да, әкелерің де, жалпы ауыл тұрғындарының бәрі де өңделмеген руда секілді. Өңделмеген руданың күндердің бір күні керемет затқа айналатыны сияқты. Бітімдерің бүтін, танымдарың терең, тұлғаларың биік болуын қаласаңдар, ақылды да қуатты және жүректерің сүйіспеншілікке толы адам болуларың керек. Мұғалімнің сөзін тамсана тыңдаған, жүздері бал-бұл жанып, көздерінде от ойнаған балалар бір ауыздан қалаймыз, қалаймыз, қалаймыз деп шуласып жатты. Сол мезетте бір оқушы қыз жылай бастады. Мұғалім, қалқам, саған не болды? Деп сұрады. Көңілім босап кетті, ағай, деді уыз қыз. Сөздеріңіз жүрегімді қозғап, қатты әсер етті. Сол үшін жылап жатырмын. Рачинский бұл ауылда жылдар бойы аянбай еңбек етті. Әр бастамасы сәтті болып, үнемі жетістікке жете қойған жоқ. Құлшынысы қандай күшті, ойға алған мақсаттары қандай үлкен болса, алдынан шығар кедергілер де соған сай үлкен әрі алуан болатын. Тіпті сан рет тауы шағылып, салы суға кетіп, сары уайымға да салынды. Жаланың астында қалған кездері де аз болған жоқ. Біресе жастар, біресе жасамыстар үкілі үмітін үзердей болды. Сан жылдар бойы надандық түнегінде қалып қойған ұлттың ішіндегі кейбір кемістіктердің тамырлап кеткені сонша, ауыл тұрғындарының көбі тумысынан сондай дертпен дүние есігін ашқан ба деп қаларсың. Арақ шарапты суша сіміріп жүргендерді көріп, Рачинскийдің іші алай-дүлей болатын. Мұңға батып көңілі құлазитын. Адамдар өздері масайып алғанымен қоймай, балаларына да ішімдік беріп, мас етіп мәз болысатын. Елдің қай түкпірінде де есінен айырылғанша арақ ішу дегеніңіз ұлттық дәстүрге айналып кеткендей еді. Мысалы, үйге бір қонақ келсе, оны өлердей мас етіп ішкізбесе, үлкен айып саналатын. Діни мереке күндерінде құлшылық жасамаса да бола беретін еді. Бірақ ешбір мереке ішімдіксіз өтпейтін. Діни мейрам қаншалықты үлкен мереке болса, мастық та соншалықты әдеткіс болатын. Ол күндері ауыл адамдары ес-түссіз мас болып ішіп, хайуан секілді балшықпен батпаққа аунап, бір-бірімен жаға жыртысып төбелесіп жататын. Математика профессоры Рачинский араққа салынған ұлттың қанша шығынға бататынын есептей бастаған еді, бірақ оның түбіне жете алмай, нақты санын шығара алмай-ақ қиналатын. Оның зиян зардабын есептей бастағанда шыққан сандарды көріп бойын үрей билейтін. Кейде шын өмірде мұндай алапаттың жоқтығына, өзінің түс көріп жатқанына сенгісі келетін. Күрделі де күрмеулі есептерді шығарып отырып терең ойға шоматын. Адамзаттың бұл ісі ақымақтықтан басқа түк те емес. Бір жерден өрт шығып кете ме екен деген қауіппен, өрт сөндіргіш көліктерді сақадай сай етіп қояды. Ырылар мен қарақшылардан қорғану үшін қауіпсіздік қызметкерлері мен тәртіп сақшылары міндетін аяғынан тік тұрып атқарады. Тіпті адамдарға қауіп төндіретін жабайы аң-құстан қорғайтын арнайы ұйымдар бар. Яй жерде де жыртқыш аңдар 5-10 сиыр, бірнеше қой не тауықтың қорасына шабуылдаса, жұрттың бәрі жұдырықтай жұмылып, жыртқышты өлтіру үшін қаруларын асынып шыға келеді. Алайда араққа салыну дейтін қасіретке тап болғанда, адамдардың денсаулығын құртып, тыныштығын бұзып, жан дүниесін улап жатса да, онымен күресу үшін тірі жан елең етпейді, ешбір әрекет байқалмайды. Профессор Рачинский маскүнемдіктің зардабының масштабын зерттеуге асқан қызығушылықпен кірісіп кеткен еді. Сол үшін арнайы медицина кітаптарын оқып шықты. Іздене келе арақтың індеттерінің сансыз көп екеніне көз жеткізді. Мас адам санасынан айырылады. Ертеңіне басы ауырып жанталасып жатады. Өйткені ішімдік қанын улап тастайды. Мастық адамның санасында галлюцинация туғызады. Арақ жүректе, бауырда, бүйректе, асқазан, ішекте бірқатар аурулар туғызады. Рачинский бұдан кейін құқық кітаптарын ақтарыстырды. Бұл тұрғыдан да арақтың әкелетін зияны шаш етектен екен. Қоғамдағы қылмыс пен адам өлтірудің жартысынан көбін мас адамдар, араққа салынғандар жасайды. Арақтың өлшеусіз зияны да осы еді. Көп адамдар арақ құмарлықтың кесірінен ұрлық жасайды, ысырапқа жол береді. Әртүрлі қулық сұмдыққа барудан да тайынбайды. Осы сынды арсыздыққа салынады.
Рачинский, бұның осылай болуы әрине табиғи нәрсе дейтін. Арақ адамның ми жасушаларын, жүрегі мен жүйке жасушаларын улап өлтіріп тастайды. Арақ ішкен адам ешқашан дұрыс ойлап, орынды шешім қабылдай алмайды. Шындап келгенде, адамдар онсыз да тазада түзу ғұмыр кешуге, саламатты өмір сүруге ұмтыла қоймайтын. Оған қоса, шөлмектегі шайтанның адам шошырлық әсері қосылып, ақылдарынан алжасып тынған еді. Дене тепе-теңдігінен айырылған соң өздерін арақтың зардабынан арашалап алуға дәрмен таппайтын. Спирттің ішіне бір ұшқын түссе, лап етіп тұтанатынын жақсы білесіздер. Міне сол секілді, арақ құмардың миының, жүрегінің ішінде жамандық отын тұтатуда өте оңай еді. Десе де, арақтың адамдарға тигізер зияны тек болған емес. Шайтан маскүнемдерді шөлмек ішінде күтіп жатады. Қолында не болса, соның бәрін араққа жұмсау үшін тартып алады. Тіпті үстіндегі көйлегін, бала-шағасының қолындағы соңғы тілім нанды да қағып жатады. Одан бөлек шөлмектегі шайтан өзіне құлдық ұрған адамдардың денсаулығын, арын, ұжданын, сүйіспеншілігі мен бақытын қоса алып қояды. Отбасының берекесін де тартып алады. Олардың еңбек етуге деген ықыласын қашырып, ынтасын өшіреді, нәпақа табудан махрұм етеді. Арақ өндіруге жұмсалған күш пен төгілген тердің еш кетіп жатқанына қараңыз. Уақытыңыз болса, бір сәт ой жүгіртсеңіз, осыншама ішімдіктің шығуынан қаншама азық-түлік өнімдері мен еткен еңбектің зая кетіп, құр босқа жұмсалып жатқанын нақты сандармен көре аласыз. Қарапайым ғана есеппен қарасақ, арақ үшін миллиардтаған килограмм бидай, қара бидай, картоп, арпа, жүзім, өрік және басқа да азық түрлері жұмсалатынын аңғарамыз. Ал егер адамдардың арақтың батпағына шашып төккен миллиардтаған килограмм нан, өрік, інжір, жүзімдердің барлығын жинаса, дүниеде ашаршылық пен азық-түлік тапшылығы болмас еді. Адамдар бұлай тұрсын, үйдегі жануарларымызды да әртүрлі жем-шөппен бағар едік. Әлемде құрамында спирті бар ішімдіктерді ашытып дайындайтын мыңдаған зауыт-фабрика бар. Бұл жерлерде 100 мыңдаған адам жұмыс істейді. Міне, сол жұмысшылар адамдарға аса қажет миллиондаған тонна астықты бір жағынан оға айналдырып жатса, екінші жағынан неге әлемде азық-түлік тапшы? Неге бидай, жүгері, күріштің бағалары күн сайын қымбаттауда? Неге адамдар аштықтан қырылуда деп өмірге шағым айтып жүр? Осыншама арақ өндіретін фабрикалар аз болғандай, бірқатар елдерде адамдар шайтанның қазанын қолдан жасап, өздері арақ өндіріп сатып жатыр. Ал билік бұған бөгесін қойса, бірден қарсылық білдіріп, жанжалдасып жатады. Хикметтің күші шөлмектегі шайтанның күші мен құдіреті секілді ықпалды емес. Себебі бұл күш қиратып бұзғысы келсе, аз күшпен көп зиян тигізе алады. Шөлмектегі шайтанның әскері дүниедегі ең саны көп әскер болып саналады. Бұл кез келген жақсылық пен ізгілікке қарсы соғысуға дайын тұрған әскер. Тіпті оның жауынгерлерінің ешқайсысы соғыс алаңынан қашуды ойына да алмайды. Шөлмектегі шайтанның қанша қаржыға ие екені белгісіз. Өйткені шайтанға ергендер арақтың шығынын бір тиынын қалдырмай төлейді. Бірақ ол кісілердің басқа адамдарға беруге тиіс қарыздарын төлей алмай жүретіні қызық. Шайтан болса өзі алғысы келген құнды кемітпестен алып отыр. Әлгі адамдардың ақшасы жоқ болса, ұрлық жасап не адам өлтіріп болса да табады, және отбасыларының ар, ұжданын сатса да шайтанның салығын міндетті түрде төлеп жатады. Профессор Рачинский бұл ащы шындықты ойлаған сайын зығырдана қайнап, өз-өзіне былай дейтін. Міне, мыңдаған жылдар бойы әлемнің барлық жерінде кінәсіз халық осы жолда тоналып, моральдық азғындыққа түсіп жатыр. Бұл жағдай ешкімді де алаңдатқан емес. Бірақ бір жерде оба, холера, малярия сияқты жұқпалы бір ауру шықса, бәрі үрейлене әбігерге түседі. Елдің барлық жерінде қиямет қайым орнай қалады. Айнала біткен төңкеріліп тасталса да дезинфекция жасалады. Әп-сәтте аурудың қайнар көзіне дәрігерлер жіберіп те үлгереді. Жұқпалы аурудың шабуылына қарсы аяусыз шайқасқа түседі. Барлық жерде. Сақ болыңыздар. Қайнамаған суды ішпеңіздер. Індет әртүрлі зиянкестер, тышқандар мен кеміргіштер арқылы тарайды. Бұлармен күресу керек деген ұрандар ілініп тасталады. Барша адамзатқа қауіп төндіріп тұрған ішімдік пен мас ететін сусындар індетіне қарсы, өкінішке қарай, ештеңе де жасалмайды. Рачинский әрдайым осыларды ойлаумен болатын. Арақ орыс қоғамына қаншалықты орасан зор зиян келтірді десеңші. Бір кездерде біздің күндіз түні ішетін алқаш патшаларымыз да бар еді.
Маскүнем ғалымдарымыз, әдебиетшілеріміз, өнер адамдарымыз бар еді. Арақтың кесірінен Ресейде мыңдаған бетке ұстар тұлғаларымыздың ғұмырлары астан-кестең болды. Олар бойындағы бар құндылықтан айырылған еді. Баға жетпес білімдерін өмір сүрген ортасына дарыта алмай қыршындарынан қиылғанды. Ішімдік, арақ деген тажал миллиондаған тұлғамызды денсаулығынан айырған еді. Ендігі жас ұрпақ әлжуаз, айлакер әрі қабілеттен жұрдай болып өсуде. Халқымыз жыл сайын миллиондаған тонна ішімдік ішеді. Шынында да байлығы тасыған топырағымызда өмір сүріп жатқан адамдар осы сәтте қайыршыдан да төмен жағдайда. Ұлт өзінде отанын да құрдымға жіберіп жатыр. Рачинский біреуге ақтарып айта алмаған және шешімін таппаған ойлармен өзін іштей кеміретін. Батпақтағы іргетастың үстіне зәулім ғимарат сала алмайтының секілді, араққа салынып кеткен маскүнем ұлттың да өмірін мінсіз жүйеге келтіру мүмкін емес. Түзету ісін ең алдымен елді маса боп оятып, адам шошырлық бұл халінен айықтырудан бастау керек. Араққа салынған қарттар мен егде кісілерді бұдан айықтыру мүмкін емес те шығар. Олар ұзақ жылдар бойы өздерін арақпен улап келген, шөлмектегі шайтанмен күресетін әл-дәрмені жоқ. Бірақ қалай болса да олардың балалары мен жас өскінді бұл бәлекеттің тұзағына түсуден міндетті түрде құтқаруымыз керек. Сонда ғана дұрыс өмірдің іргесін қалауға жол ашылады. Осылайша берік, қуатты да қырағы ұрпақ жетілдіре аламыз. Рачинский осыдан кейін қайта құлшынып, еңбекқор, озат оқушыларды тәрбиелеу ісіне көшбасшылық етуді жалғастырып кетті. Арада 10 жылдан астам уақыт өтті. Ал профессор Рачинский 2 рет мектеп түлектерін шығарып үлгерді. Осы уақытқа дейін тынымсыз еңбек етті, жоспарлы түрде жұмыс жасап, әртүрлі әдістер қолданды. Бірақ солардың бәрі жойқын қарсылыққа тап бола берді. Білім нұрын сөндіргісі келгендердің кедергілері мен негізсіз жалаларының астында қалса да, сабыр мен төзімді ту етіп, бәрін еңсеруге, жеңуге тырысты. Пісіп жетілген жемістерінен алған ләззаты тартқан азабынан 100 есе күшті еді. Рачинский енді ерекше бақытқа бөленіп, жылдар бойы армандаған күндерге де жеткентін. Өзі оқытқан шәкірттерінің күн санап дамығанын, жанды гүлдердің күн сайын ашылуға бет алғанын көріп, қуанышы қойнына сыймады. Бұған дейін көрген қорлық, шеккен азабы ұмыт болуға айналды. Алғашқы кездерде мектеп табалдырығынан аттаған балалар, бір нәрседен қатты үркіген жануарлар секілді, кіретін қуысыз деп қорқа қарайтын. Айналасын көзбен сүзіп, қысылып қымтырылып тұратын еді. Рачинский ауыздарынан сөзді әрең дегенде шығаратын. Бірақ 6 ай не 1 жыл уақыт бойы атқарған жемісті еңбегінің арқасында балалармен сырлас дос, мұңдас ағай бола білетін. Оқушылар жүрген жерлерін жәрмеңкеге айналдырып, ашылып сөйлеп, әдеппен жүріп, көркем сөйлеуді меңгеріп алатын. Саналарындағы сәуле көздерінен ақ көрініп тұратын. Рачинский ауыл балаларына қараған сайын, «Міне, тірі алмастар, бағалы жауһарлар», деп ерекше мақтаныш сезімімен айтатын. Бұл алмастар басында лай батпағымен бірге келетін. Іштеріндегі жауһарды шығару үшін батпақтан аршып тазалау керек еді. Бұл балалардың әрқайсының ішінде ерекше қымбат жауһарлар жатыр еді. Мектепте сабақ беруді бастаған алғашқы жылдардан-ақ 3 ұл мен 2 қыз Рачинскийдің назарына ілікті. Олар өте зерек еді. Бірі Белой ауылынан келген Богданов текті бала еді. Ол сыныптастарының суретін салуды жақсы көретін. Суреттері нағыз қылқалам шеберінің қолынан шыққан өнер туындыларындай әдемі. Әрине, бұл Рачинскийдің көзінен таса қалмады. Қарымы күшті, дарыны ерек балалардың екіншісінің де тегі Богданов еді. Заболотный ауылынан келген. Ол химия десе, ішкен асын жерге қоятын. Ағайлары екеуін шатастырмау үшін бірін Богданов Белский, екіншісін Богданов Заболотный дейтін. Жаратылысынан өте зерек шәкірттерін Рачинский мақтан тұтатын. Богданов Белский ауыл мектебін үздік бітіріп, содан соң лицейде оқыды. Одан кейін Петербордағы көркем өнер академиясында білімін жалғастырды. Университетті үздік аяқтаған үшін арнайы марапатқа да ие болды. Білімін жалғастыру үшін мемлекеттік шәкіртақымен Италияға жіберілді. Арадан бірер жыл өтпей-ақ Богданов Белский орыстың ең әйгілі суретшілерінің біріне айналды. Оның суреттері Петербор мен Мәскеудегі сурет мұражайларының ең құнды экспонаттарының қатарына қосылды. Богданов Белскийдің суреттері сан мәрте басылып көбейтілді.
Өнерлі суретші көп суреттерінде қадірлі ұстазы Рачинскийдің ауыл мектебіндегі жұмыстарын, өзінің оқушы кезіндегі қызықтарын бейнелеп, бала шақтағы қымбат кездерді мәңгі ұмытылмастай етіп естелік қалдырған еді. Рачинский мектепте көп ойын ойнататын. Бірақ олар футбол сияқты тек аяқпен ғана ойналатын ойындар емес, миды қозғап, ақылға салмақ түсіре отырып ойналатын ерекше ойындар еді. Езіліс кезінде де оқушылар мұғалімнің жанынан бір елі қалмай, айнала қоршап алатын. Рачинский болса оларға әртүрлі есептер беріп, ойната отырып көп нәрсе үйретуге тырысатын. Бір тапсырма бергеннен кейін, «Қанеки, кім бірінші шешімін табады екен?» деп оқушыларды ақылмен жұмыс істеп, ойлау қабілеттерін дамытуға қызықтыратын. Берген тапсырмасы бірнеше жолмен шешілетін болса, әрбір жолын талқылап, ең оңайы әрі ең қысқасы қайсысы екенін оқушыларына көрсететін. Профессор кейде оқушыларына рухани азық боларлық тағылымы мол әңгіме айтып беретін. Біреулер азғантай байлықты місе тұтады. Ал қабілет қарымы күшті адамдар ой еңбегімен одан да көп табысқа жетеді. Кез келген саладағы секілді, тек ол үшін жақсы жаттығып, алдын ала дайындалу керек. Мысалы, адамның денесі шымыр болу үшін жаттығу жасау керек. Бұлшықетті күшейтуге арналған жаттығулар болғанда, адамның ақылы мен жүрегін, рухы мен сезімін қуаттайтын арнайы жаттығулар неге болмасын? Рачинский ауыл мектебінің бағдарламасына оқушыларды рухани тұрғыдан да күшейтетін арнайы жаттығуларды кіргізген еді. Ара-тұра оқушыларына былай деп үн қатушы еді. Біреу сендерді соғып кетсе, ашуға салынып, ақымды алам деп шектен шығып кетуші болмаңдар. Дұшпандарыңа ғана емес, өз нәпсілеріңе қарсы тұрарда да бекем болыңдар. Біреу сендерге жала жауып, кінә артып жатса да, өздеріңе ие болуды үйреніңдер. Бәйгені жақсы білесіңдер. Бәйгеде жеңіске жету үшін епті шабандоздың болуы өте маңызды. Атақты шабандоздар жылдар бойы жаттығып, мінген атын игерудің қыр-сырын жақсылап меңгереді. Сендер де өздеріңді игерудің әдістерін үйреніңдер. Жүректеріңнің, сезімдеріңнің, қалауларыңның және еріктеріңнің тізгінін ешқашан жіберіп алмаңдар. Өздеріңе зиян келтіретін әдеттерді бойларыңа жұқтырмаңдар. Себебі бір адамға қандай да бір әдет жұқса, адам сол әдеттің құлына айналады. Сендер ешқашан ешкімнің, еш нәрсенің құлы болмаңдар. Егер жалқаулық жағаларыңа жармасып жатса, яки қандай да бір зиянды құмарлық өз тереңіне тартып жатса, сезімдеріңе және болмашы қалауларыңа ие болыңдар. Өмірлеріне өте көп пайда тигізетіндей еңбек етіп, үнемі алға жылжуды өздеріңнің борыштарың деп біліңдер. Бір жамандық жасап қойдым деп ойласаңдар, оны өздеріңнің алдарында мойындаудан және орнын жақсылық жасаумен толтырудан тартынбаңдар. Болашақта сендерді ұятқа қалдыруы мүмкін нәрселерден қазірден бастап ұзақ тұру арқылы іштей күшті болыңдар. Профессор Рачинский рухани тәрбие жөніндегі ойларын былай деп өрбітетін еді. Жауынгерлердің ер жүректігіне және батылдығына барлығы сүйсінеді және бас иеді. Ясиетті деп танылған нәрселер үшін басын қауіп-қатерге тіккен адамды қаһарман дейміз. Алайда, қаһармандық дегеніміз тек осылардың төңірегіндегі дүние емес. Адам өмірінде сондай-ақ рухани ерлік дегенде дүние бар. Яла білуде адам баласы үшін ерлік болып саналады. Батыл және күшті адам болуларың керек. Бұған адамгершіліктерің мен көркем мінездеріңді сақтай отырып жете аласыңдар. Бұлардың барлығы бір-біріне ұқсамайтын әр түрлі дүниелер болып саналады. Мысалы, сендердің барлықтарың ауыл баласысыңдар. Көпшілігіңнің ата-аналарың мектеп қабырғасын көрмеген. Ал сендер жақсы мектепте алғаш рет білім алып жатырсыңдар. Қабілеттерің жетіп тұрса, біртіндеп биіктеп, ең жоғары дәрежеге де жете аласыңдар. Сол кезде өздеріңнің шыққан жерлеріңді ұмытасыңдар ма? Болмаса, кейбір биік мансапқа жеткендер секілді, шыққан тектерің мен туған ауылдарыңды айтудан, ата-аналарыңның қандай екенін айтудан ұялатын боласыңдар ма? Бұлай ұялу дұрыс емес әрі жалған сезімнің бірі ғана. Сондай-ақ мінезі өте көркем жандар болады. Бірақ олар дөрекі, рухани жұтаң жандардың ортасына түскенде, көркем мінезінен ұялады. Бұл да бейшара біреу екен ғой демесін деп, өздерін бейәдеп адамдар секілді ұстауым керек деген ойда жүреді. Рухани қорқақ болу адамның ерік жігерінің әлсіздігінің көрсеткіші. Рачинскийдің мектепте жүргізген рухани және адамгершілік тәрбиесі ақылмен, алды-артын пайымдаумен жасалған қадамдар еді. Аталмыш сабақтар оқушылар асыға күтетін, көңілдеріне қуаныш сыйлайтын ерекше сабақтар еді.
Онда айтылған әңгімелер балалардың рухында терең із қалдырғаны сонша, ауыл мектебін бітіргеннен кейін көркем өнер академиясында білім алып, Ресейдің ең ұлы суретшілерінің біріне айналған Богданов Бельский осы көріністерді атақты суреттері мен портреттерінде жеке-жеке жаңғыртқан болатын. Сол күндерді ерекше көркемдікпен естелік етіп қалдырған еді. Профессор Рачинскийдің тағы бір дарынды шәкірті Богданов Заболотный еді. Ол кейіннен тек Заболотный деген атпен мәшһүр болған. Рачинскийдің мектебін бітіргеннен кейін ауылда әкесінің жанында қалған еді. Рачинскийдің көз алдында 4 жыл жұмыс істегеннен кейін Мәскеуге кетті. Сондағы лицейлердің бірін үздік тәмамдап шықты. Мемлекеттік емтиханнан қарапайым ауыл баласының өте жоғары баға алуы Мәскеуде де, қала маңында да әртүрлі әңгімеге арқау болды. Жұрт жабыла мақтап, таңданыстарын жасыра алмай жүрді. 15 жастағы ауыл баласы өте қиын пәндердің бірі саналатын химияның емтиханында тіпті университеттің студенттері де қиналатын сұрақтарға еш мүдірмей жауап беріп, жұрттың таңдайын қақтырған еді. Смоленскінің үлкендері бұл баланы мақтан тұтатын. Аудан әкімшілігі білімін жалғастыру үшін Заболотныйға демеу білдіріп, әртүрлі көмек көрсетіп отырды. Ол 19 жасында университетті бітірді. Алтын медальдармен, көп мөлшердегі ақшамен марапатталды. Білімін шыңдай түсу үшін мемлекеттік шәкіртақы тағайындалып, Парижге жіберілді. Жас ғалым Пастер атындағы атақты медицина институтының, қазіргі Страсбург университеті, ең танымал және ең сүйікті студентіне айналды. 3 жылдан кейін атақты бактериолог ретінде танылды. Пастердің ұсынысымен өтінішін қабыл алып, холераның ошағы Эндстанға ғылыми зерттеу экспедициясына шықты. Ресей газеттері Рачинскийдің шәкірттерінің бірі болған бұл 23 жастағы ғалымның жетістіктерін жарыса жазып, төрткүл дүние таңырқап жатқанда бір кездері ақылынан алжасқан деп қауесет таратып, мейлінше қарсылық танытқан университет ұстаздары Рачинскийдің еңбегінің ұлылығы мен маңыздылығын кеште болса түсіне бастаған еді. Олар өз араларында енді былай деп әңгіме айта бастады. Біз, шынымен де, Рачинскийге орынсыз ашуланып, артық ауыз сөз айтқан екенбіз. Бір кездерде жынды деген адамымыз бұлақтардың көзін ашып, ауыл балаларының ішінен небір дарындарды шығара білді. Профессор Рачинский білім беріп, кейіннен аты шыққан дарындар бұлар ғана емес еді. Рачинский әр жылы өз ауылының ғана емес, көрші ауылдардан келген балалардың да қабілетін ашып, талантын ұштайтын. Оның 10 жылдық ауыл мектебінде оқыған балалар кейіннен Мәскеу мен Петербор университеттерінде тативологтар деген мақтаулы атпен мәшһүр болды. Әрбір студент тативолог жас студентті танитындығымен, оларды көргендігімен мақтанатын болды. Тативологтар арасынан бірқатар инженерлер, механиктер, дәрігерлер шыққан еді. Олардың біразы жоғары экономика академиясын үздік аяқтаған еді. Араларында 2 қыз консерваторияда оқып білім алды. Біреуі Мәскеудің опера театрының, екіншісі Петроград опера театрының өте танымал жұлдыздарына айналған болатын. Профессор Рачинскийдің Александр Васильев есімді тағы бір оқушысы бар еді. Мұғалімі шәкіртін ерекше жақсы көретін. Александр әрдайым ой үстінде жүретін және үнемі ораза ұстайтын еді. Саша, яғни Васильев, ерекше діндар бала еді. 4 інжілді де жаттап алған еді. Бұл бала дінге қызмет етуді қалайтын. Саша Рачинскийдің дінтану факультетіне түсірген оқушыларының 3-шісі еді. Васильев дінтану мамандығын бітірген соң өз ауылындағы шіркеуде қызмет етуді қалады. Бұл баланың емтиханына тіпті бір епископ та қатысқан еді. Ауыл баласының берген үздік жауаптарын тыңдап отырған бас пастор: "Сен дінтану факультетіне баруың керек" деді. "Сенің қабілетіңді аша білген мұғалім, шынында да өте шебер ұстаз екен. Ұстазың секілді сен де жоғары білім алуың керек. Одан кейін көңілің тартқан, Құдайдың бұйыртқан жерінде қызмет етерсің. Мен келген жеріме, ауылдастарымның арасына оралып, сонда қызмет еткім келеді" деп жауап қатты Васильев. Епископ болса: "Бара ғой, бірақ алдымен өзіңді рухани тұрғыдан жетілдір. Сосын қалаған жағыңа бара ғой. Дін адамы болу және дінге қызмет ету дегенің көркемдікті және биязылықты талап ететін жұмыс. Шалағай біліммен бұл істі атқару қиынға түседі. Мен осы саланың ақсақалымын. Осы білім білігіммен сені дінтану факультетіне жіберіп отырмын. Мұндағы мақсатым саған шен-шекпен әперіп, қоғамдағы беделіңді арттыру емес. Бар болғаны қажетті білім алуың үшін саған дұрыс бағдар сілтеп отырмын" деді. Васильев Петербордағы дінтану факультетіне түсті.
Бірінші курстың өзінде Ақ-Петербор маңындағы шағын аудандарды аралап, жүздеген фабрика жұмысшыларымен жолығып, халыққа үн қатып, әртүрлі конференциялар ұйымдастыратын. Васильевтің түсіндіру және ойды жеткізу әдісі қарапайым болуымен қатар әсерлі әрі әдемі. Жұрт алдында сөйлегенде халықтың жаны елжіреп, көздері жадырап кететін. Уағыздары асау өзеннен ескен қоңыр салқын самал секілді көңілдерді тербететін, мұңлы жүректерге үміт пен жұбаныш сыйлайтын. Петербордың төңірегінде тұратын жұмысшы тап әр жексенбі сайын Васильевті өз аудандарына шақыра бастады. Сондықтан да Васильев қасиетті күндерде көбінесе бірнеше жерлерде уағыз насихат айтуға мәжбүр болатын. Ол оқуын бітіруге тура 1 жыл қалғанда оқуын тастады. Бұның себебін сұрағандарға былай деп жауап беретін. Мен бұл факультетті бітіріп, соның қарымы ретінде бір диплом алғым келмейді. Факультет онсыз да студенттің рухын байытатын ештеңе бере алмайды. Өмірімнің 3 жылын осы жерде өткізгеннен кейін, дінтану деген ғылымның руханиятсыз құрғақта жұтаң әңгімелердің жиынтығы ғана болып қалатынын түсіндім. Дін үйренгісі келген студенттерге схоластикадан басқа ештеңе бермейді. Васильев енді ауыл пастыры болуға одан бетер ынтық бола түсті. Бірақ осы жолы Петербор халқы оны жібергісі келмеді. Бұл хабарды естіген фабрика жұмысшылары топ-топ болып Васильевке келіп жатты. Бұл жерді тастап кетпей-ақ қойыңызшы, деп жалбарынатын. Васильев соңында поп Александр атағын алып, Петербордың шет ауданындағы кішкентай бір шіркеуде поп боламын деп шешті. Тативолық дін қызметкерінің насихатына фабрика жұмысшылары мен инженерлер де қатыса бастады. Тіпті патша сарайындағы кейбір ақсүйектер де уағыз насихатқа келе бастады. Олардың арасында ханзадалар, дворян әйелдері және министрлер де бар еді. Олар Васильевтің уағыздары жайлы былай дейтін: адам сіздің әңгімеңізді тыңдаған кезде таудың тап-таза ауасымен демалып тұрғандай болады. Васильев бірде өзін тебіреніспен тыңдап тұрған жұртшылыққа былай деген еді: өмірдің басы да, соңы да жоқ күйбең тіршілігінде ойлауға тиіс, уайымдауымыз керек болған нәрселерді естен шығарып тастадық. Ең дәмді тамақ жеуге, ең тәтті сусынды ішуге, жайлы орындыққа отыруға және ең жұмсақ төсекке жатуға ұмтылуды ешқашан тоқтатпадық. Барлығымыз сауық сайран құрып, киініп сәнденумен әлек болып және қымбат уақыттарымызды ләззат пен ойын күлкінің ішінде өткізуге тырысамыз. Елімізде бұдан кейін руханиятымызбен айналысатын ешкім қалмаған секілді. Ертеңімізді ойлайтын идеалист тұлғаларымыз жоғалды. Барлығының уайымы тек бір-ақ нәрсе, тек қалай ақша тапсам, қалай көп пайда тапсам деген күйкі ойдан басқа ойлайтыны жоқ. Барлығы рахат пен ләззаттың ғана соңына түскен. Языр адамдар өрт орындағы өрт сөндірушілерге жәрдем етудің орнына бұзақылық жасап, сол үйдің малын ұрлап, дүниесін тонаған қарақшыларға ұқсап кеткен. Алып Ресей мемлекеті болса, көне бір ағаш ғимарат секілді, күннен күнге теңселіп, шөгіп бара жатқандай. Алайда адамның көңіліне қаяу түсіріп, жүрекке қыжыл салатын дүние бұл емес. Асылында, қынжылтатыны ешкімнің жүрегінің мазасызданбауы, үлкен бір бәлекетке қарай жылдам жылжып бара жатқан елімізді құтқару үшін ешкімнің шынайы әрекет жасамауы. Ресейдің сол кездегі халі расында да өте мүшкіл еді. Ханзадалар мен ел ағалары Васильевке келіп, жердің, қазба байлықтардың қалайша талан-таражға түсіп, ормандар мен кең алқаптардың шетелдіктерге қалайша сатылып жатқанын айтып беретін еді. Бұл сөздердің мұқият тыңдайтын Васильев, яғни поп Александр ызамен ашудан бозарып кететін: «Иә, құдайым, бұл жағдайға не шара жасай аламыз?» деп қолдарымен басын төмпештейтін. Көздерін ашу керек. Бірақ кімнің көзін қалай ашу керек? Александр ауқатты отбасылар балаларына рухани тәрбие беру үшін шақырса, шақыруларын қабыл алатын еді. Басқа кездерде бай, бағландар насихатын тыңдауға онсыз да құмар еді, тіпті оның ханзадалар мен графтардың үйіне қонаққа шақырылмай қалатын күні жоқ еді. Поп Александрда қалталылардың жақсылыққа құмар болғанына іштей қуанатын. Осы арқылы ел басындағы ағаларға әсер етемін деп үміттенетін. Білім жарығынан жұрдай қарапайым халықтың ішінде өсіп өнген өкіл ретінде қоғамның мұң-мұқтажын, қиындықтарын және адам шошырлық білімсіздігін сөгіп сынайтын. Халықтың еркін еңбек ету үшін оларға жағдай жасап, ауыр жұмысын жеңілдету керектігін айтатын. Халық еліміздің негізі. Егер негізі шіріп тұрса, мемлекеттің іргесі де берік болмайды дейтін. Тативолық діндар қазіргі жағдайға халқымыз наразы, іштей өксікке булыққан деген сөздерді графтардың, ханзадалардың мен шенді кісілердің құлақтарына жеткізуге тырысатын.
Миллиондаған халықтың жүректері ыза мен кекке толы. Бір күні халықтың шыдамы түгесілуі мүмкін. Адамдардың жүректеріндегі ыза мен кекшілдік сезімі тасығанда, жиегіне сыймаған су секілді бірден атылады. Алдындағы барлық тосқауылдарды қиратып өтуі мүмкін. Міне сол кезде қорқынышты бәлекет болары анық. Халық мұндайда шектен шығып, жыртқыштарға тән қадамдарға баруы мүмкін. Соның салдарынан халықтың да өзегін өкініші өртейді, басқа бір амалын жасауға кеш болады. Поп Александрдың бұл сөздері графтар мен ханзадалардың көңілдеріне жақпайтын еді. Бұларды естігісі де келмейтін, тек өздерін қинап күлімсіреп қоятын. Сіз идеалистсіз. Асыра сілтеп жатырсыз. Шындап келгенде, халықтың қандай жағдайда екенін білмейсіз. Әлемнің барлық елінде халық надандау, жабайылау болып келеді. Оларды темір тормен қамауларда ұстау керек. Халықтың жағдайын ойлап, оларды түзетуге жұмсалған еңбек текке кеткен ұмтылыстан басқа түк те емес. Себебі халықтың жағдайы түзелген сайын одан әрмен бұзыла береді. Олар жоқтық пен мұқтаждыққа дағдыланған. Васильев осы сарында сөздерді жүрген жерінде көп еститін. Еміті үзілердей болғанда жұбайына былай дейтін: бұл адамдардың барлығы тастан қаланған қабырға секілді. Не айтсам да әсер етпейді. Ойлайтындары жеңіл ойлар, жүректері мейірімсіз. Барлығы тәкаппар, менмен. Бір күні олар мына қылықтармен халықты көтеріліске шығарып жібереді. Сол кезде өздерінде Ресейді де құрдымға кетіріп тынады. Елімізді бір бәлеге ұшыратпаса игі еді. Уақыт оның айтқандарының ақиқат екенін көрсетті. Патшалық Ресейдің күйреуі. Патша 2 Николайдың ұлы, Ресей патшалығының тақ мұрагері 7 жасқа таяған еді. Алғаш рет ораза ұстау керек болғандықтан, қажетті болған діни жоралғыны жасау үшін Васильевті сарайға шақырады. Васильев тақ мұрагерімен сұхбаттасып отырғанда патша мен патшайым да жандарында еді. Васильевтің сөздері майдай жағып, көңілдері жай тапқандықтан өздеріне арнайы сабақ беруін сұрайды. Міне, Рачинскийдің оқушысы, Татева ауылының баласы енді патша Николайдың рухани көсеміне айналды. Ақиқатында бұл көсемдік пен ұстаздық тек сөз күйінде қалып қойды. Васильев халықтың мұң-мұқтажын айта бастағанда патша ашуға мініп, тағынан тұрып: бұдан былай менің алдымда газетшілер секілді өсек аяң айтып мылжыңдауды қойыңыз. Халқым неге мұқтаж екенін мен жақсырақ білемін. Уақыты келгенде халқыма керек дүниесін беремін. Бірақ оның уақыты әлі келген жоқ деді. Осыны айтты да, патша теріс айналып залдан шығып кетті. Сол күні патшаның көмекшілерінің бірі Васильевтің жанына келіп, ештеңеден хабары жоқ секілді. Патшамызды бүгін бір нәрсе мазалап тұрған секілді. Әлде баз біреулер мемлекетімізді қалай басқару керектігі туралы патшамызға ақыл айтуға батылдық тапты ма екен? Ақыл айтып, насихат бермекші ме? Кімге? Патшаға ма? Неткен күлкілі нәрсе. Мырзам, олар өте қалбалақ адамдар. Өздеріне Құдайдың өзі қолдаған бір тұлғадан да ақылдымын деп санайды. Патша мұндай насихат тыңдауды мүлдем жақтырмайды деп сөйлеп жатты. Васильев осы кезде шындық пен әділдіктің саңырау қабырғаларға қаратыла айтылғанын түсінді. Бұдан кейін бір бұрышқа шегініп, құлшылығына кірісті. Мұндай мүшкіл халге жеткен Ресейдің күні қарам болуына аз қалған болатын. Көп ұзамай 1917 жылы халық көтерілді. Патша тағынан түсірілді. Артынан таққа келген Керенский болса керек ақыл мен рухани қуаттан жұрда еді және күлкілі түрде үлкен Наполеонның рөлін ойнай бастады. Ол да қабілетсіз басшы ретінде өзіне түскен рөлді дұрыс ойнай алмай, билік басынан шегініп кете барды. Ресейдің билігі төңкерісшілердің қолына өтті. Барлық жақта аңду мен тергеу жұмыстары белең алды. Атақты бактериолог Заболотный шағын бір пойыз станциясында сұраусыз тергеусіз өлтіріліп тасталды. Поп Александр Васильев те аласапыран ішінде жанын жегідей жеп, күйзеліске түсті. Профессор Рачинский бұл сұрапыл күндерді көрмей кетті. Себебі оған дейін өмірден озған болатын. Келер ұрпаққа үлгі мен өнегенің қайнары болған өмір жолын қалдырып, пәни дүниеден озған еді.